авторлары Әділ Орынбасарұлымен. Ассалаумағалейкум, құрметті Ер қанаты жобасының көрермендері. Мінекей көптен бері өздеріңізбен бүгін 2026 жылы биыл жолығып тұрмыз. Алдағы уақытта Ер қанаты жобасы, Ер қанаты бағдарламасы, байғымыз жобасы аясында өздеріңізге ұсынылатын болады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, пікірлеріңізді жазып, ұлттық жобамызды біз болып, сіз болып қолдап отырайық, құрметті көрермендер. Ал енді бүгінгі бағдарламамыздың қонағы осы байғымыз жобасының авторы, негізін қалаушы кәсіпкер Жұмажан Қалтаев. Ассалаумағалейкум. Көңіл күйіміз керемет. Бүгін ауа райы да жылы болып тұр. Иә, ауа райы жақсы болып тұр. Тыныш. Таңертең үйден қымызып шығып бір қызық жағдай болған сияқты ғой. Иә, ұят болды негізі. Таңертең кешеден қалған қымыз тұр ғой, жарты қымыз. Соны жаңа көзім көріп ашқарақтанып алып жүрмейін ба? Иә. Сосын жаңа мына тілмен жұқпыз жүріп жатсам, ГАИ тоқтатады біздің май қызметкерлері. Мен қымыз ішкенімді осыны ойлап тұрған жоқ. Ана кісі айтады да, ана үстінде багажникке тоқтатқан ғой. Иә. Сіздің кеше демалдыңыз ба дейді. Иә, ұйықтадым, демалдым деп қоям ғой. Кеше мен туған күнде болған ғой бір. Сізден перегар шығып тұр дейді ғой. Мен айттым, қой, мен арақ ішпеймін ғой десем. Иә, рас. Қазір ана жаққа барсақ көрсетеді деймін. Көрсетеді ғой дейді. Сосын жаңа байқымызды таниды екен. Сосын түсіндіріп айттым, мен бір кесе қымыз таңертең негізі вот анда-санда ішем деймін да таңертең. Иә. Бірақ кешке күнде ішем ғой мен қымызды. Содан әйтеуір ол жігіт түсінігі бар екен. Өзі де қымыз жақсы көреді екен. Иә. Айтты енді. Таңертең қымыз ішпей қойсаңшы, ұйқың келтіреді деп. Енді кейбір кезде ұйқың келеді, кейбір кезде энергияң тасып кетеді. Сонда жалпы жол жүргіншілерге, жігіттерге қандай кеңес айтамыз енді? Зарлем отырмау керек пе сонда? Соны мен басында естігем. Негізі мынаның спирті қаннан шығып көрсетпейді деп. Қаннан көрсетпейді деп. Бірақ осы жақында бір подкаст болғанда биохимия ғалымдарымыз қаннан көрсетеді дейді. Демек, қымызда спирт бар ғой. Қымызда енді глюкоза болғаннан кейін ол ашығанда спиртке айналады ғой. Енді ол бірақ табиғи, жаңа халал дейді ғой. Сондай. Сөйтіп шамалы ұялып қалғансың ғой. Ұялған жоқ, бір түрлі болып қалғансың ғой. Негізі қымызды демалыста немесе жатарда ішсең, ұйқың жақсы болады. И жаңағы нерв жүйелері бәрі жақсы демалып тың болып шығасың да таңертең. Енді жылқы мен қазақ егіз ұғым дейді ғой жалпы. Осыған қатысты өзіңіздің пікіріңізді ойыңыз қалай? Жылқыға өзіңіз жақынсыз. Біраз нәрсені зерттеп қарадық қой жылқы туралы. Иә. Енді бізді ғалымдардың тапқаны ол 5,5-6 мың жыл көлемінде Ботай мәдениетінде осы біздің Қызылжар аумағында. Ол тапқан жерінде сол қолға үйретілген екен. Ол жерде көптеген жылқы бір жерге көмілген сүйектермен. Сосын жаңа жақ сүйектерінде қолға ұсталынған жаңа желінген жүгендердің ізі болып тұр осында. Ауыздықпен. Енді оны ғалымдар мойындады. Осы Ботай мәдениет деген аты бар оның. Жылқы осы жерде қолға үйретілген деген. Иә. Солтүстік Қазақстан облысында. Солтүстік Қазақстанда. Бірақ ол кезде біздің енді ата-бабаларымыз шығар деп ойлаймын. Қымыз да ішкен. Жаңа керамикалық ыдыстарда қымыз да табылған. Соған қараған кезде мен ойлаймын да ол уақыт емес, ертерек заманда. Оны жылқыны ойлап табу үшін мынаның жағы жылқыны басқаруға жүген, үзеңгіні ойлап тапқанға дейін бәленбай уақыт өткен шығар деп. Қымызды мысалы мынау біздің этнографияда айтады. Қамбар атамыз үйреткен дейді адамға. Мен сондай оқыдым да, Қамбар ата қымыз үйретіп бұрын біздің ата-бабамыз ол сүт пісіріп, әртүрлі эксперименттер жасаған кезде шикелей ішкізіп, Қамбар атамыз осы адамзатқа үйреткен дейді жылқыны. Сол жылқының киесі Қамбар
пірі дейді ғой, Иә. қамбар дейді ғой. Мына мен бір сұрақ қойдым да жақында Дәулеткерейге. Иә. Үйіне барсам жаңағы аттың тұяғын кесіп отыр екен да, өсіп біткен ғой. Жаңағы байлақ қойып тұр. Аузын қанатып апты, мен айтам. Қазақ қанша ұлтты жылқыны жақсы көреді деймін да. Иә. Ол маған түріме қарап айтады. Не әңгіме айтып тұрсың деп. Оның қалай дейді. Өйткені мен алдында подкастта жаңағы мен білем. Мына француздар, америкалықтар жылқыны жақсы көреді оларды. Иә. Бірақ олар жылқымен байланысы басқаша. Жаңағы ауыз үйретуі, жаңағы жылқы саған сену керек, сеніміне ие болуың керек. Ешқандай стресс болмау керек. Осылай үйретеді. Біздікілер енді құлақтан ұстағаннан әрі қарай стресспен үйретті. Қорқытып, иә? Қорқытып үйретеді. Қорқыту бар. А бұл жерде басқаша. Жаңағы қымызды да солай дейді. Француз ғалымдар айтады, жылқыны жуындыру керек дейді. Ол қышынады, қышынғасын жерге аунайды. Ona желіні жерге тиеді, топыраққа тиеді, сол микробтар түседі дейді. Сіздер жуасыздар ма дейді ғой. Біз оған қарайсың ғой, басым істей ма деген сияқты. Енді ол мәдениет, басқаша мәдениет дегенмен алға қарай кетіп қалған сияқты. Бір орыстың ғалымы айтады. Бұл қазақтар жылқыны әйелдерінен де жақсы көреді деп. Жазып кеткен. Орыстың ғалымы. Сол сияқты біздің көзқарасымыз қазір көбінесе жылқы мен сүт тақырыбында соң көлемінде ғана қалып тұрған сияқты да. Дұрыс айтасыз. Алдында былтыр осы жазда тәуір деген сәйгүлігім бар, соған вет магазиннен бар 15 мың теңгеге шампунь сатып алып. Үйге әкесім келін балаңыз айтады, сен маған әпермейсің бұндай шампуньды, жылқыға шампуньды алып алсың деген сияқты ғой. Енді былтыр 2025 жылы байғымыз жобасы керемет деңгейде өтті. 2 күнге жалғасқан мейрамда 70-80 мыңға жуық адам келді. Байғымыз жобасы жайында енді осы Ерқанаттың көрермендеріне айтып өтсеңіз, неден басталған, қалай болған, артық етпейді деп ойлаймын. Наурыз мейрамынан туған шығар деп ойлаймын. Өйткені Наурыз мейрамын қалай тойлап жатырмыз, көңіліме жақпайтын да. 23 жылы Октоберфестке барғанда Мюнхенге. Керемет мереке екенін көрдік та. Біз ойлақ қой, сыра ішіп алып, әр жерде ұйықтап жататын бір мереке шығарды. Сөйтсек, ол жерде кәдімгі ұлттық құндылықтарын дәріптейтін жер екен. Өздерінің, жаңағы киімдерін киіп алады, өздерінің былғары. Көйлегін киіп алып, жаңағы өлеңдері бар, мына жақта аттракциондар бар, бүкіл семьясымен келеді екен да. Сол жердегі жаңағы аураны сезіндік қой. Үлкен мереке екен. Осындай мереке бізде неге болмайды деп сол жерде ойластырып жүріп, жаңағы сусын туралы болған кезде осы сыраға бізде қымыз бар емес пе деді де, күлдік. Қымыз бар ғой деп. Жаңағы күлгеніміздің өзі сол біртүрлі айттық та, қымыз деп айта салдық та. Бірақ мән бермей тұрғанымыз бар ғой, кейін түсіндім мен. Қымыздың не екенін, қандай сусын екен, осы зерттегеннен кейін біліп жатырмын ғой. Бұл сыраның жанында да басқа сусындарға да қатар қоюға болмайтын сусын, қасиетті сусын. Медициналық жағынан да өте пайдалы. Мына адамға пайдасы өте зор. Осылай ойға келіп, бізде енді бәсекелесті жақсы көреміз ғой. Сосын бір отырыста айттық, қай жердің қымыз жақсы негізі деп. Сондай сұрақ қойдық та, жаңағы Алмаз деген бауырымыз бар. Сол тиктоктан жібере салады ғой, шай ішіп отыр осылай. Мен айтам, Ұлтаудың Аңарқаның қымыз деймін, мен сол жақтікім ғой. Ана Ержанат айтады, Саржалдың қымыз деп. Сөйтіп жіберсек дау кетті ғой. Сосын ойладық, мынау халыққа қызық екен деп. Бәрімізге қызық болды ғой. Сосын алдық та осылай жібердік. Көрейік енді. Қымызды жарыстырайық. Қымыз жарыстыруға да болмайды шығар негізі. Былай ше. Бірақ енді осылай қызығушылығымызды ояту үшін өзіміздің қызығушылығымызды әзер оятып тұрмыз ғой біз.
осылай проектін жібердік, бірақ ол өткізгенге дейін өзіміз жаңа қорқынышта болдық. Бұл халыққа қалай қабылдайды екен бұлай деп. Бірақ Құдайға шүкір, халықтың көңілінен шықты. Оның көңілден шыққан себебі бізге енді көп жазды да, осылай дұрыс келесі жылы бола ма екен деп бәрі сұрады. Соған қарағанда ол бізге керек маркер болды да, жақсы өткеннің мәнісінде. Бүкіл ғалымдарды жинап сосын ғылыми конференция жасадық. Бірінші күн сол жылқының тақырыбында болды, асылдандыру. Екіншісі сол қымыздың пайдасы, екінші күн. Осы кім зерттеп жүр, осының бәрін жинап, Германиядан Ганс Сольманды алып келдік. Қымыздың патентін алып алыпты деп шуылдап жүрген. Өзінің аузымен айтшы, мен алған жоқпын деп. Ол өзінің брендіне ғана алған ғой. Ол кісіні әкелдік, ол да енді біраз қымыздың дәмін татуға, енді қымызбен айналысқасын. Демек қымызға басқа ешкімнің дәмесі жоқ қой, ол біздің өзіміздің ұлттық сусынымыз, дұрыс қой. Енді оны қазақтікі деп айтуға болмайды. Қазақтың сусыны десең болмайды. Ол адамзаттың сусыны, бірақ түркі халықтарының сусыны ғой. Жылқыны біз енді бірінші қолға үйреткеннен кейін, жаңағы айтып отырмын ғой, Қамбар атамыз адамзатқа үйретті деп. Содан бері ішіп келе жатқан біздің сусынымыз, оны түркі халықтарының сусыны деп айтады. Енді Байғымыз жобасының негізгі мақсаты не сонда? Негізгі мақсаты біз қымыз дегенмен, гастрофестиваль дегенмен, мына жылқының тақырыбы ғой. Жылқыны біз көбейсін дейміз. Халық, бізге дені сау халық керек қой. Мына қымызды көп ішкізу керек. Балалардан бастап, биенің сүтінен үлкенге дейін бәріміз қымыз ішуді қайта қолға алуымыз керек. Бізге пайдалы ұрпақ керек, дені сау ұрпақ керек. Сосын мына қазақтың рухын оятуға мына жылқының әсері мол екен да. Оның ішінде мәдениетті де қосып жатырмыз, өйткені мәдениетсіз ештеңе болмайды. Әрине. Сол жерде біз ер тоқымдардың көрмесін жасадық бірінші рет Қазақстанда. Үлкен ортаға орданы тігіп қойдық. Әртүрлі жаңа қол өнер шеберлері қатысты. Сол жерде тазы жарысы болды. Мағынасы осы ұлттық құндылықты дәріптеу. Басымызды осы ұлттық құндылықтар арқылы басымызды біріктіріп, миымызды дұрыстау. Жаңағы осы біздің. Биыл енді мәдениет жағын көбірек қосып, біздің суретшілерді осы жылқы қымыз тақырыбына конкурсқа шақырып жатырмыз. Сосын мына қазақта жылқыға арналған әндер көп қой. Соған байланысты конкурс жасаймыз биыл. Сол кезде ол алған жүгі өте ауыр болады деп ойлаймын. Жақсы. Қомақты. Осы байқымызды батырлар жырындағы жылқы тақырыбында біз қазір конкурс ұйымдастырып жатырмыз дейміз ғой. Сол жылқыға балаларды араласу керек дейміз ғой, кішкентай кезінен. Махаббат ояту керек кішкентайынан. Жылқыға. Ол соның бір қадамы. Бір қадамы. Батырлар жырында біздің ата-бабамыз қалай болған, қандай осындай жерді ненің күшімен, осы жылқының күшімен алды ғой. 9-шы орын мысал үшін әлем бойынша. Бұның жылқының бағасын әрбір қазақ білу керек та, әрбір адам білу керек. Біз қандай осы өмірге бұл прогресті дамытуға өте үлкен шаруа істеген. Сондай құбылыс болған. Қазір мысалы интернетсіз өмір сүре алмайсыз ғой. Сол сияқты заманда бұл жылқы біздің кәдімгі өмір сүре алмайтындай жылқысыз. Осындай жануар болған, қасиет жануар. Негізі жылқы адамның көмегіне дәру емес та, былай қарасаң. Ол жабайы түрде өзі көбейіп үлкейе береді. Мына жылқы бізге керек болған ғой адамға. Сол үшін құрметтеген, қасиет тұтқан, мұны пір тұтқан, пырақ деген, мына мұсылман әлемді де солай өте дәріптелген.
Бізді аспанға алып баратын осы пырағымыз осы деп, қанатты пырақтарымыз. Ер қанаты бағдарламасы Әділ Орынбасарұлы. Жекен далада аттың үстінде таза ауада сұхбаттасып келе жатырмыз. Аттың үстінде қалай сұхбат беріп көрдіңіз бе әлде? Аттың үстінде бірінші рет. Айырмашылық қалай студиямен отырып далада аттың үстінде сұхбаттасқан? Жоқ, рахат, жаңа әңгіменің ішіне кіріп кеткен кезде білмей қаласың да. Ештеңені. Иә. Рахат. Бірақ енді мына тірі жануар ғой. Қанымызда бар. Өзінің бір басын қисайтып жатыр. Иә. Айғыр екен екеуі де. Аха. Астыңыздағы сәйгүлік әдемі екен, аты есіне тартады деуші еді. Жалпы өзіңізге қандай аттар ұнайды? Маған енді арғымақтар ұнайды ғой. Арғымақ демекші осы. Кезінде қазақта арғымақ, сәйгүлік, тұлпар деген сол не үшін олай аталып қойылған екен? Енді көп зерттеп қарап жүрсіз қазір. Арғымақты мен былай оқыдым. Иә. Бұл мына ақалтекемен байланысы бар. Тұқыммен. Арғымақ бұрын ата-бабаларымызды хандар ұстаған. Осы мынау ақбозаттар Абылай ханда болған, жаңағы бүкіл хандар ұстаған. Бері қарай Кенесарыға дейін жеткен дейді. Мына ең кейінгісі мына хандарды Бөкей хандығында асыл тұқыммен айналысқан. Енді Ахмет ағамыз айтқан, Ахмет Тоқтабай ағамыз. Бұның түбінде, жылқының түбінде қазақтың жабысы бар деп. Біз жабыға қарыздарбыз деп па? Қарызбыз дейді. Өйткені мына тұқым шығарғанда ағылшындарға Америкаға кеткен кезде, мынау арабтар алған кезде, Ирандар, Египетте сатып алған осы қазақтың аттарын мықтылығын қарап отырып, сосын ары қарай өздері асыл тұқымдандырып, жаңағы асыл тұқым деген бұл 6-7 атасының қан таза ұстап, ұстаған жылқыларды осы асыл тұқым деп айтады. Бізде енді жылқы түгілі бас қайғы болып кеткен кезде мұны үзіліп қалған ғой. Үрдіс. Өзіңізге қандай жылқылар ұнайды негізі? Маған негізі жайлы ма әлде асау андай жылқынып тұрған жылқылар ма? Қатты жылқынған ұнайды деп айта алмаймын. Қатты жылқынған. Бірақ мінезсіз болса ол да жаман да. Жылқыға. Ол жылқы емес қой енді. Енді қазақта ат жалын тартып мінген деген керемет сөз тіркесі бар ғой жалпы. Ат жалын мінгеннен дейді. Жаңа ер жеткен адамды ат жалын мінген. Енді өзіңізді ес білгеннен бері осы жылқының үстінде екеніңізді білеміз. Жаңа да айтып жатырсыз. Тау тас аралап жылқымен. Жалпы жылқыға мінген кезде шынымен де қазақ арқаланады дейді, сол рас па? Иә, жерде тұрған адаммен жерде тұрған қазақпен аттың үстінде қазақты салыстыруға келмейді ау деп ойлаймын. Өйткені аттың энергиясы бәрі сізге беріледі. Сіз енді жан жаққа алысқа қарайсыз, мұрның астыңызға қарамайсыз, рух беретіні анық. Олжас Сүлейменов айтады, адамзаттың бірінші ұстазы ол жануарлар дейді. Содан қарап үйренген. Мына таза қандылықты да мен ойлаймын, адам осы жылқыдан алған шығар деп. Енді өз ойым, бірақ бір ғылыми оны ешкім зерттей алмайды ғой. Ой, сол. Жет атадан қыз алыспайтынымызды осы бір жылқылардың тазалығына шығарма деп ойлаймын кейде. Ол нағыз солай деп ойлаймын. Мен сенімдімін енді. 100%. Өйткені қазақтан алғанымыз көп. Ой, жылқыдан алғанымыз көп болып тұр ғой. Жылқы мінездіміз дейміз. Әртүрлі мақалдар көп қой. Жылқыға байланысты. Енді қазанат дейді, жылқыда да жылқы бар. Қазанаты бір бөлек, жігіттерде жігіт бар, азамат бір бөлек дейді. Жалпы жылқыға мінгеннің, мына жігіттердің жігіт болып, қазіргі мына жас өскелең ұрпақтың жігіт болып қалыптасуына, мінезіне әсер етеді деп ойлайсыз ба? Өте әсер етеді. Мына медицина тұрғысында да қазір дәлелденіп жатыр ғой. Мына біздің ар жаққа шығып аласыз. Даму кежеулеген балалар, іштен туа біткен аурулар. Осы ипотерапия деп. Жылқының үстіне мінгізіп, жылқының жаңағы терін ескетіп, әртүрлі емдеп жатыр ғой. Ол уже зерттелген нәрсе. Дәлелденген нәрсе. Дәлелденген.
Иә. Енді одан бөлек мына рух жағына келетін болсақ, дух дейді енді мынау. Рухты болуына жігіттің нағыз ох деп бүйтіп жігіт болып Мысалы қалыптасуына. енді адамзаттың осы көбеюіне де Иә. жылқының көп әсері бар. Аха. Жылқы емес, бірінші мысал, сол сиырды мініп соны үйренсек, жылқы болмаса. Иә. Может, біз қырылып қалшық. Суыққа шыдамай, мысалы, алысты көре алмай, бағындыра алмай. Иә. Сол жағына қарағанда, мынау неге қадірлеген, қасиетті деп айтқан жылқыны. Баланың тәрбиесінде Иә. жылқының рөлі маңызды болған ғой. Аха. Мысал, жуас бала болса, міне жуаста болса. Иә. Оны ата-бабаларымыз алғанда жылқы бақтырып қойған. Жылқының жаңағы мінезі адамға беріліп тұр ғой. Ал кішкене бұзықтау болатын болса, оларға қой баққызған. Қойдан ол сабырлы болып үйренеді. Жаңағы энергиясы шамалы басылады. Иә. Жылқыға мінсе, бала энергиясы тасып тұр ғой. Сол жағынан қараған кезде, енді ата-бабаларымыз кемеңгер ғой. Иә. Жылқымен біз енді ғалым білгені 6000 жыл десек, оның алдында да бір 2000 жыл десе болады ғой. 1000 жыл деші. 1000 жылдың көлемінде. Осы мына атты үйрету, мына ер тоқым, үзеңгі, ноқта, оны ойлап табуға неге уақыт керек қой. Иә. Енді жылқыға мінсем деген қайсысына адамның миына келді дейін да, бір ой келеді де. Енді анау ұшып баратқан жылқыларды көріп қиялдады ғой, мен де осылай ұшсам ғой деп. Иә. Қатты жүрсем, тезірек жетсем деген арманнан осы жылқы арқылы қол жеткізіп тұр ғой. Иә. Енді 10 жастан асқан мирас деген ізбасарыңыздың бар екенін білеміз. Әрдайым қасыңызда ертіп жүресіз. Жаныңыздан тәлім тәрбие алсын деп. Жалпы қазіргі таңда осы ұл тәрбиелеп отырған, қыз тәрбиелеп отырған әкелерге қатысты қандай өзіңіз ой пікір айтасыз, қандай бір ақыл кеңес берер едіңіз? Енді өзіңіз қазір ел ағасының жасындасыз. Иә, біз енді елуді меңгеріп қалдық қой. Балаға мысалы айтып тәрбие ала алмайсың, тәрбиелемейсің. Балаға көрсетуің керек. Сен қалай жүрсің, қалай жұмыс жасадың, қалай өмір сүріп жатсың, анау өзіңнің әке-шешеңмен қатынасың қандай, әйеліңмен қатынасың қандай, соның бәрін көрген өскен бала әке жолын қуады деп ойлаймын. Әкесіне тартады. Сен ақылды бол, кітап оқы деп айтып өзің оны жасамасаң, ол тәрбие емес деп ойлаймын. Баланы сол өзің ісіңмен тәрбиелеуің керек. Өзің ісіңмен. Басқа тәрбие болмайды. Адам өзінен бастау керек, иә? Ер қанаты бағдарламасы Әділ Орынбасаров. Жалпы көрерменге қызық болып жатқан шығар деймін да, қай жақта отырсыңдар, мынау қай жер деп. Осы жерде айтқым келеді. Жалпы мынау осы Астана қаласының маңында Балқарағай демалыс орны бар. Құрметті көрермен, осы бүгінгі сұхбатыңыздың да жалпы түсіріліміне қолдау демеушілік білдіріп жатқан осы Балқарағай демалыс орнына алғысымызды білдіргіміз келеді. Жәке, енді жалпы ер қанаты ат дейді. Кез келген ер адамға өзі бір қанат бітіретін, өзіне бір шабытын ашатын нәрсе болады. Осы ретте сізге де осы сұрақты қойым келіп отыр. Сізге ер азамат ретінде не нәрсе қанат бітіреді? Негізі біз ана өзіміздің жұмысымыз бойынша біз адамның эмоциясымен жұмыс істейміз ғой. Соны зерттеген кезде жаңағы мысалы сенің ойға алған ісің бар ғой. Соны бітірген кезде жаңа қанат бітіреді. Жаңа ләззат аласың. Нәтижесін көргенде. Иә. Бақыт деген негізі мысалы бір үлкен шыңның басына жету емес. Біз бір жерге жетуіміз керек, соған бақытқа кенелеміз деп ойлаймыз ғой. Сол тауға жетер шыңның басына шыққанша дейінгі қиындықтар бар ғой. Кішігірім қиындықтар. Сол кішігірім қиындықты жеңген кезде, сол кезде сенің қуанғаның бақыт екен. Бақыт деген сәттерден ғана құралады.
Мысалы сен бірдеңені ойлаған кезде жаңағы бақытты сәттеріңді ғана ойлайсың. А былай ондай ұғым осы бақыт екен деген жоқ. Жаңағы сәттер көп болса, есінде көп қалса, жаңағы эмоциялар көп қалса, сол жаңағы қанат бітіреді. Есіңе түскен кезде сол сен жаңағы күш аласың. О, менде осындай болып еді ғой бұрын, осындай оқиғалар болып еді ғой, осындай қиындықтар болып еді ғой, қиындықтармен қатар қуаныш болып еді ғой. Сол жерде жаңағы қиын кезде еске алып алға қарай күш алуға болады да. Сол қанат бітіреді адамға. Бала Жұмажанның арманы қандай еді? Бала Жұмажанның арманы, біз енді жаңағы ертегі әртүрлі батырлар жырын оқып өстік қой. Мен әлі күнге дейін мысалы бала сияқты ойым бар да, ешкімге айтпаған. Мен бір жерден бір қазына тауып алатын сияқтымын да. Ескі ана жаяу жүрген кезде, тау таста жүрген кезде, қазына деген ол жаңағы алтын, күміс қана емес, бір жазулар, бір маған дайындап қойған бір тастар бар сияқты. Ол маған қайдан келгенін өзім білмеймін. Жаңағы мына Зейнолла Самашев ағаларымызбен сөйлестім ғой жақында. Сол кезде есіме түсіп кетті. Мен айтам, менде әлі осындай ой бар деймін да, кішкентай деген қалған. Бұрын біз енді қой кезекте болдық, қой бақтық. Сол кезде тау тасты аралап жүрген кезде бір жазу, таңба, бір асыл қазына көріп қалатын сияқты. Сондай ойлар жүрген. Сол әлі күнге дейін менің бойымда бар да. Қайдан келгенін мен білмеймін, бірақ әлі бар. Тау тасты аралаған кезде өз көп жерді аралай береміз ғой қазір. Жаяу жүргенді жақсы көрем бір жағынан. Осындай менің балалық шақтан келе жатқан әлі ойым бар. Ол мен не іздеп жүрмін, ол алтын күміс емес шығар, бірақ бір жерсе іздеп мен тауып алатын сияқтымда. Маған берген бір дайындап қойған, бір жерде қойып қойған нәрсе бар сияқты маған. Дайындап, осын сен аласың деп. Өзіңіздің бір несібеңіз дейсіз ғой. Сондай бар сияқты. Құдайға шүкір, енді несібемізді Құдай беріп жатыр ғой. Бірақ жаңағындай бір сондай бар. Ол тастарға байланысты, бір тастардың арасына кірген кезде, сол кезде менде сондай ой келеді. Қаншалықты жиі аралайсыз жалпы осы ел жерді, тау тасты? Соңғы рет барған жеріңіз қай жақ? Мен енді шамам келсе қалада отырғым келмейді. Мен оны айтайын, менің әйелім, жұбайым айтады. Сен үйде көп отырып қойдың ғой дейді. Кетші дейді ғой. Мен түнде келем, есіктен жауып тарсылдатып жүрем ғой. Соны айтады, сен кететін уақытың болды бір жаққа дейді. Сен бір жаққа барсайшы деп. Осы арманым болып жүрген Алтайдың жан-жағын бәрін аралап келдім осы күзде. Қазақтар біздің қалай өмір сүреді екен, қазіргі ойлар қалай екен. Мына Ресей жерінен бастап Моңғолияға өттік. Одан кейін Қытайға ұшақпен барып, Алтайды Қанас, Қом, Бұршын, жаңағы Ерсін деген інішегіміз бар. Екеуміз машинаға отырып алып, соны аралап шықтық. Керемет. Енді Алтай деген мен өте жақсы көретін бір жердің жұмағы қай жер десе мен айтатын едім, осы Алтай деп. Оны да білмеймін, неге маған бірінші көрген кезде мен айттым, Алтайды мен жақсы көремін дедім. Алтай менің бұрынғы тұрған ата бабаларым жер сияқты болды ма? Мен сол жерде болған шығар бәлкім. Қан тартады дейді ғой? Может. Енді біз Сарыарқаның жігіттері болғанмен жаңағы Алтай жақты тартып тұрады. Осы қазір жіберсе мен кетіп қалайын деп тұрмыз. Осы тұрғанда. Түсінікті. Бұлай енді шетелдің біраз жеріне бардық. Анау Эвересттің астына дейін бардық. Ол жердегі енді алған әсерлер өте үлкен да. Біз таудың басына біз 5645 метрге көтерілдік қой. 50 шақырым жүрдік. Жоғары қарай. 50 шақырым бір жетінің көлемінде. Сол таудың үстіне шыққаннан кейін ойың былай ғой. Мынау проблемаларымыз бар ғой біздің. Күнделікті. Осы күйбің тіршілік дейді ғой. Соның бәрі кішкентай болып қалады да, астында қалатын сияқты да. Адамға не керек дегенде
бір-ақ ой келеді ғой. Ана жерде ауа аз ғой. Ауадан артық ештеңе керек жоқ адамға. Өмір сүру үшін, иә. Өмір сүру үшін, адам болу үшін негізі соны біз бағалай білуіміз керек те. Таңертең ерте тұрған кезде бірінші деміңді Құдай беріп тұрған. Соны бағалап, саған өмір сыйлап тұр ғой. Иә. Сол сияқты. Ең керек нәрсе ауа. Қалған тіршілік бар ғой. Ол жай сөз. Соған қарағанда сен кішкентай мына қиыншылықтарыңды жеңуге де көмектесетін сияқты. Қиналған кезде жаңа есіңе түседі. Өзің мұрныңды аузың жауып тастаса, мына проблема оң жағында не тұр? Мысалы, бір жігіттердің бастан қиындық болып жатады. Біреу кредитін төлей алмай жатады. Біреу жаңағы өзіне өзі қол жұмсап жатады. Сол кезде жаңағындай жан-жаққа шығып, төбеге шығып, жоғары жаққа шыққанның бір пайдасы бар екен да, сондай ойлар келеді да. Мысалы, таумен жоғары өрлеп келе жатқан кезде тағы ой сондай. Осылай өрлесең ғана жаңағы шығасың деп биікке. Бірақ мысалы, тұманда адасып келе жатқан адаммен сен қайда бара жатқаныңды қайда баратын адамның, білетін адамның айырмасы өте үлкен да. Сен мысалы қай жаққа баратыныңды білетін болсаң, оған тез күшіңді өзің жұмсап, жетесің де тез жетесің. Адасып жүрсең, тұманда, боранда адасаң, ол басқа әңгіме. Мақсат қоя білу керек дейсіз ғой адам өмірде. Айтайын деп отқаным сол. Сен мақсатыңды қай жерде екенін білсең, уақытын белгілесең, қай жерде тұратынын белгілесең, мақсатыңа тез жетесің. Білгенде енді бірақ әрекет жасау керек. Ол білдім деп жата бермейсің ғой. Аяқты көтеріп қой. Жақсы, түсінікті. Жаңа тұманды күн деп жатырсыз ғой. Бір нәрсе есіме түсіп отыр. Осыдан 5 жыл бұрын осы Ер қанаты жобасын алғаш бастаған кезде жігіттермен осы ағаштың ортасына шығып съемка жасап, қазан айының 31 күні еді. Қазан айының 31 күні. Өзі күзге қарай тұманданып, жер езіліп, жаңбыр жауып, сондай болады ғой. Сөйтіп съемка бәрі бітті, жігіттер кетті. Сөйтіп атпен жалғыз қалып қойдым. Жаңа ат тасымалдайтын көлік келе жатып, жол апатына түсіп қалып, жолда гололедтен тайғанап. Телефон зарядкасы айфонымда 1% өшіп қалды. Осылай орманның ішінде жалғыз өзім қалып қойдым. Ат деген ана жолдың ар жағында, басқа тұрған жерінде. Енді жол алыс, бір 20-30 шақырым қаланың ішінде, қаланың сыртында осылай жалғыз қалып қойдым. Сол кезде мен түсінгенім жаңағы аттың өзінің жаңағы қазақта айтады ғой, ат айналып қазығын табады дейді. Тұрған жерін ұмытпай, өзінің мақсаты болып тұр ғой, үйге жетуім керек деген. Сол кезде аттың жаңағы басын тізгінді жібере салдым. Қараңғыда, түнде, тұманда еш нәрсе көрінбейді. Ат өзі барған жеріне, тұрған жеріне тауып барған. Сол кезде шынымен де ат айналып қазығын табады деген сөздің кәдімгідей бір төркінін түсінгендей болдым. Ол енді аттың бар ғой, өзінің қасиеті ғой. Ол енді сезімтал. Оның мысалы мына космоспен байланысы басқа, оның GPS басқаша жұмыс істейді. Оның қасиеттілігінде. Адамға ондай қасиетті бермеген. Бірақ сол қасиет, сол оны бізде айтады, альфа уровень, бета уровень дейді. Медитация жасаған кезде айтады ғой. Соған шығып кетеді. Монахтар шығып жатады, бір медитация жасаңдар деп жатады ғой. Мысалы, намаз оқудың өзі медитация ғой. Сен құлшынған кезде, жаңағы ойыңды бөлмей, жаңағы тілектеріңді тілеп отқан кезде, соған тез жерге жетесің. Алдында сіз маған инстаграмға бір видео жібердіңіз. Жаңа бір бие кетіп бара жатыр. Зәр шығаратын жеріне жаңа бір не үшін жалпы жылқының басқа да біз пайдалы қасиеттерін білмей жүрген сияқты. Ол жылқының мынау тұяғынан бастап құйрығы, жалы бәрі пайдалы ғой. Иә. Оны енді біраз жерде айтып жүрмін мен. Біраз жерде айтып жүрмін. Ол біз мысалы ғылыммен жаңа ауыл шаруашылығы қазір бір-бірімен қатты байланыс үзілген. Иә. Ауыл шаруашылығындағы ғалымдар өте аз. Олар аз пайда табады, ақша табады, ғылымды қуатымса. Сондықтан көбісі жастар бара қоймайды оған. Қайрат Исхан, иә? Иә, әңгімесі. Мен жылқыны білемін деп жаңағы лекция оқуға шақырамын Қытайға. Иә. Лекция оқып тұрмын дейді, қытайлар мәз дейді, ұйып тыңдап отыр. Мен де мәзбін дейді. Өзім мен профессормын деп.
сосын шаруашылыққа барайық деп айтады ғой. Жүріңіз шаруашылықты. Шаруашылығына барсақ, жаңағы бір биелер жүрді жаңағындай. Ішіне байлауған. Енді сұрайын десем, мен оны білуім керек еді ғой дейді. Мен ғалыммын ғой, мен оларға үйретуім керек дейді, қытайларға. Оның үстіне жаңағы қазақ алғашқы жылқыны үйреткен. Иә, біз енді бөсіп тұрмыз ғой. Жылқыны үйреттік деп. Соны күлді дейді аналар. Сосын өздері түсінді дейді, енді айтты дейді. Мына 6 айлық буаз бие біз мына зәрін төккізбейміз. Бұның іші жаңағы фермент, витаминдерге өте бай. Керекті ферменттерін аламыз. Сосын енді есімде қалған жаңағы қымбат біздің духилар бар ғой. Иә. Соған жаңағы жылқының зәрінен бөліп алады екен. Ғылыми тұрғыда алынады. Соны біз мәзбіп жағып жүрміз жаңағы. Бір флаконы 170 мың, 200 мың, 300 мың. Вот пайдасын қараш. Соны жаңағы видеоны қарап отқанда астындағы жазып отқан комментарийін оқысаң, басқа айтатын нәрсе қалмады ма, осы жылқының зәрінен басқа ештеңе білмейсіңдер ма деп. Ол енді әркімнің өзінің түйсігіне байланысты ғой. Біз неге соны пайдаланбаймыз? Жылқыны неге біз пайдаланбаймыз? Ет жеп, қымыздың ішкенге мәз болып жүрміз. Бірақ жаңағы мен ойлап қалдым. Жылқыны жаңа айттым, қаншалықты біз жақсы көреміз деп. Ой келді да бізге. Мына француздарды қарасаң, американцтарды қарасаң, жуып, сипап, тарап, өліп атады да. Біздің жылқыларда ондай жоқ. Ата-бабамыз жасамаған дейді. Ата-бабамыздың жағдайы келмеген шығар ол кезде. Көшпенділікпен енді бірақ шомылдырады ғой жылқыны. Жаңа сауып отқан биеңді жуасыңдар ма деген сұрақ. Қазір бізге бір түрпідей естілуі мүмкін, күлкілі. Бірақ жұрт солай істеп отыр. Европа солай жасап отыр. Ол тазалық. Сүтті енді біз білеміз, өте тазалық жақсы көретін нәрсе, биенің сүті. Енді алдында бір сұхбатта естіп қалдым, осы жалпы қымыз, биенің сүті жаңағыда желінен емес, қан тамырымен келу керек деген сияқты мәселе. Оны айтып жатқан мәселеміз, ана Дүкенбай Досжан ағамыздың қымыздың әңгімесі деген бір әңгімесі бар да, жинақтарында. Сол кезде жаңағы бір кісінің ауылдың председателі ауырады, сосын жаңағы қымыз ішіп жатыр. Сосын айтады, мына мен қымыз болмайды, менің апайымның қымызын алып келіңдер таудан дейді. Жаңа бір баланы жібереді. Ол енді мен ойлағам Дүкенбай ағаның өзі болды ма, сондай енді. Сосын ол тауға келеді, жаңағы апасы жылқы бағады, жездесімен. Сосын жаңағы айтады, осылай. Ана кісі айтады, неге ертерек айтпадыңдар? Мен оны дайындап қоятын едім ғой деп. Сол кезде жаңағы жас биелерді жаңағы қулықтар ма, енді кәрі биелерді бөлек бөледі да, қулық, бестілерді бөлек алады да, сосын соларды сауады жай. Ол енді қымызды емдікке пайдаланып отыр ғой, емдікке дайындап отыр. Әдейі дайындайды да сол кезде. Сосын сұрайды ана бала, сіз неге жылқыны бөліп алдыңыз дегенде, айтады, кәрі биенің сүті желінде болады дейді да, мына жас жылқыныкі қанында болады дейді. Солай келді дейді. Енді мысалы ол ғалымдармен кейін сөйлескенде де, бірінші туған құлындаған бие мен кәрінің мына сүтінің қымызының айырмашылығы болады екен. Оны енді осылай зерттеңдер деп біз айтып отырмыз, зерттеп жатыр. Соның бәрін ертең шығады. Енді жаңа қымыз жайлы айтып жатырмыз ғой, қымыздың өзі түр-түріне қарап кезінде ұсынған дейді, мысалы үшін бесті қымыз дейді, жуас қымыз дейді, тағы да сол сияқты көптеген бірнеше түрлер бар ғой, соған қатысты қандай өзіңіз ой айтасыз? Қымызды айтсам енді бір күн жетпей қалады деп қояйын. Негізі қымызда енді осылай айналысқасын, фестиваль аясында әрқайсысымен кездесесің ғой, оқымыстылармен кездесесің, ғалымдармен, ауыл шаруашылықта. Қымыз негізі байқағаным 3 түрден 3-ке бөлінеді ғой. Біреу жұмсақ, саумал. Саумал.
Бүйенің сүті бөлек, саумал. Сосын орташа қымыз. Орташа қымызды түнемел қымыз дейді. Әр жерде, әр регионда өздері әртүрлі айтады. Ең жаңағы ашқан қымызды асау қымыз дейді, бесті қымыз дейді. Енді кім қалай ішкісі келеді, соған байланысты ішеді. Енді біз оны қазір қалай бөліп ала аламыз? Қазіргі жағдайда ма? Иә. Бөлгенде неге бөлеміз, соны айтсаң? Жоқ, мысалы қараңыз, кейде бір жуас қымыз ішкім келіп тұрады, кейде бір асау қымыз ішкім келіп тұрады. Соны бір арнайы қайдан тапсақ болады, қайдан іздеп тапсақ болады деген. Енді мынау қымыз өндірушілермен мен солай сөйлесем. Ол айтады, менің клиенттерім дейді, осындай қымызға үйреніп қалған дейді. Кеше мен тасып жатыр, қазір ет жейміз, құрметті көрермендер. Мына ішінде ет, қазы мен. Қазы, ысталған қазы. Иә. Әңгіменің бәрін ұмытып қалғанмыз. Оны мен айтып отырмын. Сен жерді оны шайындық кесің. Иә. Жоқ, атылып тізіңде болады, шампанский сияқты. Жаңағы мен айтып отырмын да, менің клиенттарым осылай үйренген дейді. Қатты ысталған деп айтып отырмын ғой. Енді деймін, мына маркетинг бойынша сіз былай істеңіз онда. Онда жұмсақ қымыз ішетінде сіз балаларға арналған деп бөлесіз бе? Әртүрлі әдістерді пайдаланса, сіздің клиентіңіз көбейеді деймін де, алатын адамдар. Мысалы, мен осыны ғана ішем деп келген адам, ол айтады, күніне 300 литр жіберемін дейді. Қыста 300 литр деген ол жақсы көрсеткіш. Соған айтамын, енді сен жұмсақ қып істе да, бөлді, балаларға, үлкен кісілерге арналған, или жұмсақ қымыз деп бөлсең, сенікі 300 литр болмайды, енді 600 литр болады. Солай көрсету керек та. Қымызды қалай Бөліп, иә? Иә. Біз ана өтірік қымыз сатып атқандардан үйрену керек, маркетингті бар ғой? Иә. Өтірік қымыз ішіп атқанда. Олар деген жаңа креативный экономиканың алдында жүр ғой? Жақсы, енді биылға бұйырса 2026, байғымыз 2026 ерекшелігі қандай болады былтырға қарағанда? Біз енді ойымыз, мысалы, байқымыз деген қатысушыны бір бренд қып алғымыз келеді да. Осыған қатысқан дегеннің өзі сапа белгісі ретінде болсын деп. Ол үшін енді көп еңбектену керек. Қымыз өндірушілермен сөйлесу керек, түсіндіру керек. Мысалы, біз былтыр кішкентай қожалықтан үлкен қожалықтардың бәрін қатыстырдық, оның өзі 50 шақты болды. Жақындаған кезде қатысайық дегендер көп болды. Енді біз үлкен шаруашылықтарды алсақ биыл, жарысқа қатысатын. Қалған кішкентайлар келіп сатсын халыққа, сатсын. Бірақ біз қатысатындарға өзіміз жаңағы тазалық туралы, жаңағы СЭС бағытындағы бүкіл документтерді қарастырып, енді ең мықтыларын қатыстырсақ, ана кішігірім шаруашылықтар оның артынан жүреді деп ойлаймын да. Мысалы, ана Әлихан атамыз айтқандай, озғандарға жету керек деген. Жеткендерден озу керек деп әңгімесі бар ғой. Бір орында тұрып қалмау керек. Иә. Мына байғымыз қатысыз деген, ол мына сапа белгісі. Одан кейін, мысалы, мына мәдениет деп отырмыз ғой, негізі бәрін. Бәрін ішіп жеммен бітірмей, мәдениет болу керек. Үлкен жаңағы суретшілерді Қазақстанның. Осы жылқы тақырыбында, сүт тақырыбында, қымыз тақырыбында осылай картинкалар сатса, сол жерде сол халық бағаласа, ол уже мәдениеттің бір бөлігі да. Мысалы, сосын жылқыға байланысты біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан әндер өте көп. Ақан серінің маң-маңгерінен бастап өте көп. Соларды қайтадан жаңағы қолдап конкурсқа қатыстырып, бір жағынан халыққа концерт болады, бір жағынан жаңағы жастарға құлақтарына сіңіре берсек. Біздің ниетіміз сол жылқыны көбейту, қымыз ішуді көбейту болып тұр ғой. Осындай конкурстар қосып атамыз. Енді былай дейміз, кірген адам, мысалы, қарны тойып, көңілі тоқ, қымыз ішіп шығады, жылқыға қарайды, тамақ ішеді, бауырсақ, ет жеп шығарда, біз
кітап жәрмеңкесін жасайық деп отырмыз. Кітап жәрмеңкесі былтыр ойлағанбыз, үлгермей қалдық. Мына жылқыға байланысты деп ойлағанбыз. Биыл оны үлкейтіп, ұлттық рухани құндылықтарды байытатын кітаптарды, тарихи кітаптар болсын, осы жылқыға, қымызға арналған кітаптар болсын, ұлттық киімдер болсын, осындай кітаптардан біз көрме жасайық деп жатырмыз. Сол жерде осы кітапты қосып отыр. Бұның енді әр жағында бізге кітап оқитын халық керек. Бізге білім жетіспейді. Мана айтып отқан жылқының зәр туралы, пайдасы туралы, ол бәрі ғылымға байланысты. Біз көзіміз ашық болса, көп оқитын халық болсақ, біз озамыз. Керемет, бәрекелді. Байғымыз жобасы енді жыл сайын өзінің деңгейін арттыра берсін, халық көп келе берсін деген тамаша тілегіміз бар. Енді ер қанат ат деп жатырмыз. Осы біз қазақ енді аттың жалында, түйенің қомында өскен қазақпыз. Бұрынғы сәттерді шыны керек кейде қазір 21 ғасыр алға ұмтылуымыз керек дейміз, бірақ кейде кісілер айтып жатады, сендер не істеп жүрсіңдер, атқа мініп бұрынғы сәтке қайтадан оралып, не керегі бар? Адам деген ғарышқа, айға ұшып жатқан кезде қайтадан 17 ғасыр, 16 ғасырға барып атқа мініп жүрсіңдер деп. Бірақ мен ойлаймын да, біз өзіміздің өткенімізді ұмытпаған кезде ғана алға қарай, болашаққа қарай ұмтыламыз. Ол ана жапондықтардаш. Жапондықтар технологияны арттырып бастаған кезде, промышленный, сол кезде түсінді. Ұлттық құндылықтар оның негізі екен. Алды да бәрін қайтадан жинап алды. Жинап алып, жаңағы қасиеттеп, қадірлеп, ұстап, әлі күнге дейін жапон халқы өзінің ұлттық құндылықтарын, әдет ғұрыптарын қатты ұстап отыр да, көрсетіп отыр. Соны. Ол негізі жаңағы ұлт жанды азаматтың ғана сондай ғылым, білім, өзінің ұлтын жақсы сүйетін адамнан осында үлкен пайда келеді. Соны түсінді де олар. Біз де солай жасауымыз керек. Мына жылқы тақырыбында ол біздің ұлтымыздың өзінің бір коды. Осыны жақсы көру керек, қымызын ішуіміз керек деп отқанымыз жаңағындай. Аш адамға ғылымды үйрете алмайсың ғой, мысалы. Осыны қымызын ішсе, етін жесе, қасиетін білсе, пайдасын толық көрсе, осы бір жағынан көмектесер деп ойлаймыз да. Біздің әртүрлі жігіттер бар ғой, әр жағынан. Біреу кітап басып жатыр, біреу жаңағы ғылыми нәрселер жасап жатыр, біреулер өлең жазып жатыр. Біз енді жылқы жағынан кірсек дедік те. Жылқының жағдайын көтерсек, жылқыны халыққа жақындатсақ, біз дамуға өзінің үлесі бар деп ойлаймыз. Жылқының тақырыбы қазаққа жақсы сіңеді екен да, оны байқадық. Жылқы туралы әңгіме айтқан кезде, жылқыны көрген кезде, ол енді біздің қанымызда, кодымызда бар болғаннан кейін бізге жақсы сіңетін сияқты. Мына жылқы мен қымыз Қазақстандағы бренд болу керек, қазақтың бренді болу керек. Осы шаруамен біз айналысуымыз керек, бренд қылуымыз керек. Алдында бір сөзіңізге айтып қалдыңыз ғой, жаңа ақ алтын деп бұл қымыз дегеніміз деп. Байлығымыз болашақта. Қазір бәлкім бағалай алмай жүрген шығармыз. Біз бағалай алмай жүрміз. Ата-бабамыз ішкеннен кейін ары қарай айта алмаймыз. Ата-бабамыз ішті, біз де ішеміз деп. Бірақ жаңа айттым ғой, биохимик ғалымдар әлі 30 ғана бактериясы ашылған. Оның әр жағында әлі 30% ғана қымыздың ашылған. 70% әлі зерттелмеген. Осын толықтай ашып, мынау құр химиялық дәрілерді іше бермей, осымен емдесек, шипажайлар көбірек ашылса, біздің ұлтымыздың денсаулығы өте мықты болушы еді. Ертеде осыны басқа жалпы өзге ұлт өкілдері де жақсы білген екен ғой. Біздің осы қазақтың ұлттық сусына қымыздың қаншалықты пайдасы бар екен. Тіпті мынау өкпе ауру, құрт ауруы дейді ғой, соңында мысалы үшін талай емдеген кезінде айтып жатады мынау. Пушкиннің өзі бізге келіп емделіп кеткен деген. Пушкин, Толстой, Чеховтар емделген ғой. Оны зерттеген кезде олар қазақ халқын зерттеп жүр ғой. Отарлау үшін зерттейді ғой бірінші. Сол кезде байқаған, мыналар өкпе ауруымен ауырмайды, денсаулықтары неге мықты деп. Соны зерттеген кезде
қымыз сүтімен байланысты болған ғой. Қымыз сүтімен етімен байланысты болған. Сосын оны зерттеген, бізге экспедициямен келіп жүрген жаңағы әскери адамдардың бәрі ғалымдар. Жай адамды жібермейді. Бұл халықты зерттеу үшін саған ми керек қой. Бұл ұлы халық, алтын орда, ұлық орда дейміз ғой. Соның мұрагерлерін жаңа аттан түсіруге жай адам келмейді ғой. Оны зерттеу керек. Солай аттан түскеннен кейін біз осындай жағдайға келдік. Аттан алшақтадық. Соның орнын толтыруымыз керек. Керемет, өте жақсы сұхбат болып жатыр. Мынау шәугімнің ішіндегі суда қайнап етімізде пісіп қалған сияқты. Иә, менің көкшолағымның қазысы. Біз енді жылқының жақсы көргеніміз осылай болып тұр да, былай қарасақ. Бірақ бар ғой, ертеде жалпы ата-бабаларымыз өзінің жаңағы жауға шапқан мінген аттарын ешқашан жаңағыда соғымға жібермеген екен. Соғымның бөлек жылқысы болған, міністің жылқысы бөлек деген сияқты. Енді білмеймін, мен Ботайдан басқа жылқының моласын көрген жоқпыз. Мына менің жылқымның моласы еді деп. Бірақ жоқ, мен ойлағаным жаңағы әңгімелерін естимін ғой. Иә. Енді үлкен жақсы көретін жылқыларын негізі сояды. Бірақ жаңа бір жерлерде бас сүйегін сақтап осындай қадірлейді екен да. Иә. Ол ана жеу дегенде философиялық жағынан басқаша айтады оны. Ол енді азығы, иә, Құдайдың өзі беріп тұрған азығы ғой. Ол енді екеуінде екі түрлі нәрсе бар шығар. Түсінікке байланысты ғой енді бұл. Иә, түсінікке байланысты. Жақсы, енді байғымыз жобасы былтыр бірінші рет өтсе де халықтың үлкен қызығушылығын оятты, сұранысын оятты. Биылда қашан болады деп қоңырау шалып пікірлерін жазып жатқан халық. Қатысамыз деп отқандар бар. Иә. Естімей қалдық деп отқандар бар. Иә, енді жаңа Октоберфест деп жатырсыз ғой. Октоберфест қателеспесем сонау 70 жылдан бері тойланып. Жоқ, 800, 1800. 200 жыл тарихы бар. Иә. Иә, ол корольдің туған күні ғой. Содан басталған ғой. Октоберфест жайлы айтып жатырмыз ғой. Октоберфесттің 200 жылдық тарихы бар екен білеміз. Байғымыз жобасында болашақта сіз солай көресіз бе? Және де жыл сайын қандай бір ерекшеліктермен халықтың назарына ұсыныла беруі мүмкін деп ойлайсыз? Бұл жаңағы байқымыздың ар жағында негізі, иә, ауыл шаруашылығын қолдаумен бірге туризм бар. Мысалы, шетелден келген адамдарға сіз біздің мынау заманауи архитектурамызды көрсетіп мақтана алмайсың да? Онымен таңғалдырамайсың. Оған қызықты емес. Оған сенің жаңағы әдет ғұрпың, түсінігің, дастарханың қызық. Иә. Соны біздің қазақтың дастарханы өте бай. Витаминге бай. Жаңағы біз айтады ғой, қазақтар жаңағы шөпті жемейді, осылай ет қана жейді екен деп. Енді етті зерттесе, оның ішінде жаңағы біздің жеп жүрген ет тағамында өте көп витаминдер бар екен. Оны осы жақында ғалымдар ашады, көрсетеді бәрін. Соны мен енді бірінші рет айтып отырмын, естіп отырмын. Енді қатты қуанып кеткенсің ғой. Енді шөпті көп жей алмайтын боласың. Сосын мен қалай көремін? Иә. Енді амандық болса, енді үкіметке ұнап жатыр, иә? Осы мына басты туристік жобалар ретінде кіргізді. 55 жоба осы Қазақстан несіне кіргізді. Енді біз бұны әлемдік деңгейде өткізгіміз келеді. Мысалы, шетелден адамдар келеді, туристер, қатысушылар бар. Мысалы, қырғыз ағайындар жақында хабарласты, бізді қатысқымыз келеді, қалай болады, осындай нені бізді өткізгіміз келеді дейді. Осындай фестиваль өткізгіміз келеді. Бізге қалай көмектеріңіз бар? Сосын мынау Тыва халықтар бар, моңғол халықтар бар, халқалар. Алтай, Саха халықтар. Оларды шақырғымыз келеді. Былтыр болды ғой олар. Бірақ енді қымыздармен келсе, бұл енді масштаб жағынан әлемдік бір мереке. Мереке ғой бұл негізі. Иә. Осындай деңгейде өтеді деймін. Бұл қымыздың ғана фестиваль емес, бір мәдени, рухани фестиваль болады деп ойлаймын. Керемет, бәрекелді. Енді оны, иә, мысалы, басқа қалаларда да өткізуге болады, региондарда. Біз биыл Қарағанды облысында өткіземіз.
Енді жаңа қырғыз бауырларымыз айтқандай, мынау көшпенділер ойында өткізейік дейді осыны. Мен айтамын, өткізуге болады. Көмектесеміз, қымызды бәріміз дәріптейік, іше берейік дейміз. Осылай дамыса, бұл туризмге өте халықаралық деңгейде келетін туристер көп тартуға болады. Былтыр біз ішкі туризмді дамытуға көп әсерін берді. Ауылдан келді, сырттардан көп келді. Қолдауға. Енді мынау басқа мемлекеттерден жинасақ, бұл үлкен бір туристік мереке болайын деп тұр. Бәрекелді. Құдай қаласа. Рахмет. Енді бұйырса, осы Ер қанаты жобасының көрермендеріне өзіңіздің тілегіңізді, ниетіңізді білдірсеңіз, жастарға бәлкім айтарыңыз бар шығар. Байғымыз жобасының авторы ретінде. Ерті жастар дегенде біздің артымызда кеткен балалар ғой. Көп нәрсе негізі қазір ойлаймын да, біз білімсіздікте. Біраз болмайтын нәрселер. Біліммен біз айға бара аламыз. Қазір айға ұшып жатыр ғой. Оның бәрі ғылым білімнің арқасында ғой. Мен жаңа артта келе жатқан інілеріме біліммен айналсындар, көзіміз ашық болсын, мына елден қалып қоймайық. Еңбекпен қатар осы оқуды бірге алып жүру керек. Сол кезде біз алға жылжимыз, озамыз. Озғандарға жетеміз. Ары қарай алға қарай жылжи береміз деп ойлаймын. Жақсы, рахмет үлкен. Құрметті көрермен, сіздермен бірге болған Ер қанаты жобасы біздің осы YouTube каналымызға тіркеліңіздер, пікірлеріңізді жазыңыздар, лайктарыңызды аямай басып отырыңыздар, себебі осындай ұлттық жобаларды сіздер қолдамасаңыздар, ол басқа ешкімге керек емес. Сондықтан да қолдап отырыңыздар, бір-бірімізге таратыңыздар, және де аттан түспеңіздер, әрдайым тек қана еліміздің туы көгімізде желбірей берсін, тәуелсіздігіміз баянды болсын. Жұмажан аға, өзіңізге үлкен алғыс білдіреміз. Осындай үлкен ұлттық жобаларды жасай беріңіздер. Халыққа деген, жалпы осы елімізге деген пайдалы жобаларыңыз көп болсын. Бүгінгі сұхбатқа уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Тек қана жақсылық болсын. Бұйырса сіздің ақсақалды, сартысты, қария болған шағыңызды көрейік. Ертең өзіңізден бата беретіндей ақсақал, Жұмажан ақсақал деп ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Ғұмырлы болыңыз. Тек қана жақсылық болсын. Отбасыңызға амандық тілейміз. Аман болыңыз, жасай беріңіз, аттан түспеңіз. Рахмет, бауырым. Саған да рахмет. Жақсы. Бәрекелді.